балалардың ұйғарымымен көшіп келдік. Жағдайымыз жақсы, үй жақсы, просторный. Хозяйкам бар, балаларымыз 5 немерем бар. Привет. 39 жылдай санстанция саласында қызмет еттім. Пенсияға шықтық. Балдардың ұйғарымымен осы үйді алып, Рой компаниясының арқасында қуанып жатырмыз. Көшкенімізге ризамыз. Балдарымызға ризамыз, Рой компаниясына ризамыз. Жұмыстары жемісті болсын деп тілеп отырамыз. Енді біз жасымыз үлкен болғасын, бұрынғы қазақ жеріне үйреніп қалған ғой біздердікі. Соған қарай алғашқыда тартып тұр. Қазір үйрендік, жақсы. Балдар тысқа шығып, балдармен ойнап кетеді. Көршілермен де жаңадан танысып жатырмыз. Бұрында енді балдардың бір бөлмесі, үлкендердің бір бөлмесі, кухня, сонда 3-4 бөлме ғой. Қазақ үй болғасын. Қазір баспасына бөлме, қыздардың бөлмесі бөлек, балда жастардығы, біздердікі бәріміз бөлек-бөлек бөлме. Мен Рой кооперативі туралы өзімнің бір апамнан естідім. Соны естіп, үйдегілерге айттым. Бәрі бірден келісіп кетті. Барып көр деп. Солай бардым, сол барған жерімнен тіркеліп кеттім. Жан-жағымдағы адамдардың бәріне айттым, осылай мен осындай кооперативке тіркеліп келдім деп. Қой, өтірік деп көп адамдар сенген жоқ. Үй алғаннан кейін бәрі сенімен кезінде тіркелуіміз керек еді деп солай не істеп қалды. Көп таныстарым, көп адамдар айтты солай. Бұрын кішкентай үйде тұрдық қой, енді үлкен үйге көшіп келгенде бәріміздің қуанышымызда шек жоқ, бәріміз осы ағайын, тума бар, достарымыз бар, бәріміз осы үйге қуанып, күшті көңіл күймен солай көшіп келдік, бәрі құттықтап, өте керемет көңіл күйде болдық. Сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Мен өзімді бақытты ана, бақытты әйел ретінде сезінемін. Осындай үлкен үйіміз бар, балаларымыз бар, ата-анамыз қасымызда, бақыттымыз бәріміз. Саид баламыз осы үйде дүниеге келді. Бұл да өте үлкен қуаныш болды біз үшін. Одан кейін үлкен новоселье жасап, тыштырма, тек қана қуанышты күндеріміз өтіп жатыр осы үйде. Осы үйдегі алғашқы туған күнім және бүгін. Осындай үйді армандадық, осындай үйіміз болса екен. Бұрында енді туалеті, жатақхана бәрі сыртта болды ғой. Қазір бәрі іште. Үйіміз почти 180 квадрат метр. Холлды, жаңа кухняны қоспағанда 5 бөлмеміз бар. Және үлкен шарбағымыз бар. Балалар таңертең шығып, осы жерге велосипедтермен ойнайды. Үлкен, кең, жақсы. Ана жерде талдарымызды отырғызып қойдық. Мына жерде біз көшіп келгенде гараж, летний сарайлар болған жоқ. Оны жаңадан стройка жасап жатырмыз. Роя компаниясын құрған басшыға, Арғын Орынғалиұлына үлкен рахметімізді айтамыз. Осындай жастарға мүмкіншілік жасап, қазақтың әрбір баласы, әрбір қазақтың жанұясы жақсы осындай үйде тұрғанына рахметімді айтамыз көп-көп. Дені сау болсын, жұмысы жемісті болсын. Және де басқа да Рой компаниясының қызметкерлеріне де жақсы жұмыстарының жемісті болуын тілейміз. Халық үшін қызмет етіп жатқандарына көп-көп рахмет айтамыз. Үлкен рахмет айтамыз Арген Орынғалиұлына, осы Рой кооперативіне, бәріне осындай баспаналы болу бақыты бұйырса екен, бәрі осындай үйлі болса екен деп күнде тілеп жүреміз енді. Қуанышымыз жаңа болсын, осының ішінде қартайып, балдарымыздың алдында қуанып, балдарымыздың қызығын көріп жүре берейік. Рахмет сіздерге көп-көп.